Қайырлы күн, ардақты ардагерлер, оқырмандар мен әріптестер. Назарларыңызға ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс атты мерекелік онлайн шарамызды ұсынамыз. Армысыңдар, ары таза, абзал жандар, ертерек шешек атқан ақ армандар, байсалдық, батырлықпен бағалғандар, бейбіт күн таңы болып ағарғандар, көңілде желбіретіп жеңіс туын, сөндірмей сенім отын жағалғандар, бейбіт күн таңы болып ағарғандар, армысың от жалына оралғандар. Аттарың аңыз болып таралғандар, тірлікте жаны жарқын алау жандар, тойымсыз ажалға тосқауыл боп, топ жарып, тайсалмай-ақ баралғандар. Армысың от жалынан оралғандар, жер үшін, отан үшін лаулағандар, азамат айтқан серттен аумағандар, шекара шебіндегі ду ормандар, ерлігін аңыздарымен шежірелер, жауына жасын болған найзағайлар, алаңда ескерткіштер мүсіндер боп, уақыт уысына сыймағандар, бақытты ұрпағына сыйлағандар, бал нәрін ұрпақ үшін жинағандар, бір уыс туған жердің топырағын қыршыннан қиылса да қимағандар. 1.200.000-нан астам қазақстандық майданға аттанып, әрбір екінші жауынгер оралмады. Бұл 18 бен 50 жас аралығындағы ер адамдардың 70% еді. Олар Мәскеу, Сталинград, Курск майдандарында соғысып, ерлік көрсетті. Халық тылда бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін атты ұранмен жан аямай еңбек етті. Майданға қажетті 10 оқтың 9-ы Қазақстанда құйылды. Кеңес одағының батыр атағын алған 500-ден астам жауынгер қатарында қазақ қыздары Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Қиуаз Доспанова да бар. Панфиловшы Бауыржан Момышұлына бұл атақ өз өмірден өткеннен соң берілді. Ал 4-еуі Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Иван Павловтар Кеңес одағының батыр атағын 2 дүркін алды. 124 даңқ орденінің кавалері, 9-ы халық қаһарманы атанды. Рейхстагқа жеңіс туын қадаған 674-ші атқыштар полкының лейтенанты Рахымжан Қошқарбаев пен қатардағы жауынгер Григорий Булатов еді. 1945 жылдың 8 мамырында Берлинде фашистік Германия жеңілген мойындап қол қойды. 9 мамырда 1000 зеңбірек 30 дүркін салют атылып, жеңіс күні тойланды. Ұмыт болған, ұмыт қалған ешкім жоқ, ешбір адам ұмытпайды мәңгесін. Ұрпақ үшін тозбай тұғын бітпейтін ардагерлер естелігі соғыстың. Қаншама халыққа, қаншама қиындықтарды басынан өткізіп, бәріне тойтарыс беріп, өзінің табандылығы, төзімділігі, парасаттылығын көрсете білді. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны. Мы предлагаем вашему вниманию онлайн-мероприятие «Ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс», посвященное 75-й годовщине победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 9 мая – это светлый, радостный праздник для всего нашего народа. В 1945 году в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов, защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым мирным небом. Вечная слава героям! Давайте вспомним некоторые важные имена, цифры и даты, свидетельствующие о подвиге и героизме наших соотечественников, которые, не жалея жизни, плечом к плечу с братскими народами боролись с врагом и одержали победу, одну на всех.
Казахстане на фронт было мобилизовано около 25% населения. Известно, что на фронт ушло около 70% мужского населения в республике в возрасте от 18 до 50 лет. Причем многие казахстанцы попадали в самое пекло войны, в битвы под Москвой, под Сталинград и на Курскую дугу. Многие казахстанцы храбро воевали на полях сражения, более 500 из них стали героями Советского Союза. 4 – Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов стали дважды героями. 110 тысяч человек имеют ордена славы. 2 девушки из Казахстана, Алия Мулдагулова и Маншук Маметова, стали героями этой великой войны посмертно. Все для фронта, все для победы. Именно под таким лозунгом на заводах Казахстана для нужд фронта были отлиты каждые 9 из 10. Среди водружавших знамя победы также был и наш земляк, лейтенант Рахимжан Кушкарбаев и рядовой Григорий Булатов из 674-го стрелкового полка. Участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель Бауыржан Момышұлы, удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Уже давно закончилась война, но не для вас, седые ветераны, и в сердце вашем не зажили раны. Так много унесла с собой война. Мы поздравляем с Днем Победы вас, желаем долгой жизни и здоровья, вам, обогревшим нашу землю кровью и сохранившим Родину для нас. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию выступление наших читателей. Дорогие казахстанцы, ветераны, поздравляю всех с наступающим праздником Днем Победы. Желаю здоровья и мира на земле. Стихотворение «Рисунок о войне». Мой сын нарисовал войну к празднику Победы. Грусть пронзила тишину, на фронте были его деды. Не видно неба голубого, кругом огонь и мрак. Солдата вижу молодого, к нему подбирается враг. Чуть серебрится переправа, подбитые танки горят. Вспышки взрывов и слева, и справа, а вдали самолеты летят. Откуда, с какого кино, а может быть из книг, остался в памяти его бессмертный этот миг. На листке из школьного альбома сын войну нарисовал, а тех, кто не увидел дома, и там у переправы спал. Все дальше от нас война, и рядом с нами наши дети. Так прекрасна тишина и птичье пение на рассвете. Уходят наши ветераны под шумный парад весны. По ночам так много раны и снятся солдатские сны. Низкий поклон до земли защитникам от матерей за то, что победить смогли и рисунки наших детей. Жаутаңдап қарап, дала тұр, көз жасын сүртіп, жаңа бір. Хабарсыз ұлын сұрауға, жолымды тосып, ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орынды,
батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолыңды. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған анашыл. Көкемді айтпай танармын деп бір сәби бала жүр. Қайырылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы салдықтар. Барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы. И почитаю вам свои стихи. Дорогой подарок. Мы живем и радуемся жизни, и свету радуемся, солнцу и весне. А было время, что не день, то тризны, и каждый час считался там в цене. Когда еще мы маленькими были, и на вопрос «Где папа?» нам в ответ «На фронте папа», мамы говорили. Мы ждали их и верили, к весне вернется папа, обязательно вернется, и вместе с ним на речку мы пойдем, и папа с головой окунется и скажет: как же хорошо мы здесь живем. Весна прошла и первая, вторая, и третья подступала к берегам. Грустнела мама, взгляд на нас бросая. Когда же кончится проклятая война? И все-таки она пришла, весна, в том мае. От радости весь мир сошел с ума. На улицах чужие поздравляли и целовались, и кричали все «Ура!». А где же папа? Снова я спросила. Весна, и долгожданный день настал. А папа наш лежит у стен Берлина. Победу нам в подарок он прислал. Сказала мама и заплакала от горя и от счастья. И тогда узнал наш тыл, как дорого подарок папин стоил. Он за него своей жизнью заплатил. Спасибо. До свидания. До следующей встречи. Я Мезикова Индира. Поздравляю всех нас с большим великим праздником, Днем Победы. Победа, победа, победа уж слишком дорогой досталась. Ценою жизни миллионов, и мы жизнями своими обязаны им всем. Победа, великий, светлый, чистый день. Записан он в историю планеты кровью ушедших и поныне здравствующих людей. Честь, слава и память вечная всем героям, живым и ушедшим. Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы, расцвели и опали. Проходит за осенью осень,
нелегкая участь солдат, это наша судьба. Это стрельбы сильней, поднимались по трапу и рвали на мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели. Мы пред нашей отчизной и в трудное время чисты. Нас не нужно жалеть. Әлемшеген салтымыз бар, бейбітшілік ел ұраны. Өмір сүйген халқымыз бар, бейбіт елдің біз ұланы. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Қорғау үшін өмір көрдік, өкінетке ертең нұрлы. Болдырмаймыз соғыс өртін, достар керек сапқа тұрды. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Егер ғана мәңгі анық, әр жүректе жатталады. Толағанса барлық халық, бейбітшілік сақталады. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқаңдар кел достар әр елінде, бейбіт күн жасасын әлемде. Днем Великой Победы! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы!
слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. У мартеновских печей не свыкала наша Родина очей. Дни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мы — поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы ваших отцов и детей. Мы должны помнить о цене великой победы. Пусть всегда горит вечный огонь. Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником, отменить который не позволено никому, даже времени. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Жеңіс күні, ерліктің отын маздатқан бұл күні, сол бір сұрапыл жылдарды тағы да еске алды. Батысқа қарап телмірген аяулы жар, үмітін үклеген ана, әкесін асыға күткен сәбидің армандары алып келген жеңіс. Қуаныш пен қайғыны қатар алып келген жеңіс. Қаншама отбасына қаралы хабар алып келген жеңіс. Өрімдей жасқа қару кезендіріп, кеудесін ордендермен безендіріп келген жеңіс. Тарихта, ел тағдырында өшпес із қалдырған жеңіс. Ардагерлер жеңісі, біздің жеңіс. Мұны ешкімде ұмытпақ емес. Егеменді ел, тәуелсіз Қазақстан көшбасшысы болып әлемге танылды. Заманымыздың тыныш, аспанымыз ашық болып, сәбидің күлкісі, ананың бесік жыры бізді әрдайым рухани отансүйгіштік пен сезімге бөлей берсін. Назарларыңызға рахмет.